В общем, қыздар, ауыр айтам қазір. Жек көріп кетсе, жек көріп кетсін. Ұзын, қысқа, әдемі, ұсқынсыз, сүйкімді, сүйкімсіз, толық, арық қыздардың бәрі маған, қазақтың қыздары, қарамаса, қарамай қойсын. Бірақ оны айтуым керек мен. Өйткені сендер басқа тыштыңдар, шын айтайын. Әрбір видеода 90% қазақтың жігіттерінің барлығы Бишімбаев секілді. Қазақтың жігіттерінің барлығы жауыз. Мен қазақтың жігітіне тұрмысқа шықпаймын. Мектептің әрбір сыныптағы айтатын қыздардың әңгімесі: мен қазақтың жігітіне тұрмысқа шықпай, мен шетелге барып тұрмысқа шығам. Сендер шетелдің қыздары секілді бола алмайсыңдар. Сендер біздің ата-бабамыздағы қыздар бар ғой, кәдімгі осы атқа шауып олармен бірге жүріп соғысқан, солар секілді бола алмайсыңдар. Өйткені олар өз ұлтын жақсы көрген. Сол үшін біз қазір ұлан-ғайыр Қазақстан дейтін жерде 16 миллион адамбыз ба, үлкен кәдімгі бір Еуропаны алатын мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Өйткені біздің қыздарымыз сол кезде ұлтшыл болған. Ал қазіргі қыздар TikTok пропаганда милары ауысып кеткен неше түрлі коучтар бар, ауру коучтар. Өздерінің отбасы жоқ, біріншіден. Өздері өмірде жолы болмаған, соларды тыңдап өскен қыздар қазір барлығы. Мен шетелге барып тұрмысқа шығам, сен шетелде күтіп отыр. Кореяға барып тұрмысқа шығасың, кореецтер жас көрінеді ғой, бірақ та олар 30, 40, 50-ден асып кеткен шалдар, которые кореян қыздар қарамай қойған. Солар қатынғы болады. 18, 16 демей қойын, 18, 19, 20 жасар қыздарды қастынан келген. Шетелге барады, шетелге барған кезде тоже 30-дан асқан, 40-тан асқан жігіттер бір түнге қызғы болады, болды. Ол келгеннен кейін айтпайды ғой саған: мен ол жақта жезөкше болдым деп. Ол айтады: мен күшті бір жігітпен сөйлесіп келдім. Олар сондай толерантный деп. Сендер Бишімбаевпен бірге мына жерде тұрсыңдар. Қазақтың жігіттерінің барлығы Бишімбаев секілді емес. Қазақтың қыздарының барлығы десе жақсы ма? Жезөкше десе жақсы ма? Бір Бишімбаевқа бола соншама әңгіме айтып, ал шетелдің жігіттері там ұрып соғып жатса, жоқ, олар сондай кезік қылған ғой, олар ұлтқа байланысты емес, ол деген адамға байланысты. Ал қазаққа келгенде: ой, қазақтың жігіттері жаман. Сендер неге сөйтіп қазір кішкентай сыныптан бастап мектептегі әрбір қыздан сұрасаң: мен қазақтың жігітіне тұрмысқа шықпаймын дейді. Неге қазір сондай болып кеткен қыздардың барлығы, мен түсінбеймін. Егер ұнамай ма, көтіңді көтер. Қазір жатсың ғой сен. Не үйіңде өзіңе тамақ жасай алмайсың, сен өзіңе общагаңда. Көтіңді көтер да жұмыс істе, 5-6 миллион тап та кет. Сен ешкім ұстап отқан жоқ мына жерде. Қарамай-ақ қоймаған. Түрім ұсқынсыз деп айт, комментарияға жаз, саған кім қарайды деп жаз. Маған П екен. Үктімде қол қойдым. В общем, сендерден адам шықпайды. Одан да басқа ұлтшыл қыздарды алу керек, и все. Қазақтың жігіттері жаман дегенде қойындар болды.